Сәлем қыздар, бүгін королевская ватрушка пісіреміз. Жұмыртқа мен қантты миксерлеп аламыз. Үстіне қаймақ қосамыз. Еріген сары май қосып миксерлейміз. ұн мен қопсытқыш және какаоны салып, тағы бір миксерлеп аламыз. Қамырымыз осымен дайын. Салмасына творог, жұмыртқа және манка қант саламыз. Погружный қамырын барлығын бір қалыпқа келтіріп аламыз. Бірінші қамырымызды формаға саламыз. Салмасын ортасына ғана саламыз. 180 градуста 40-50 минут пісіріп аламыз. Өте жұмсақ, өте жеңіл, өте дәмді пирог шығады. Жасап көріңіздер. Сіздермен болған Гүлназ.